Бәріне сәлем, сіздермен үйдегі асхана каналы. Бүгін сіздермен американдық панкейктердің ең қарапайым рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл рецептің жасалу жолы оңай әрі өте жылдам. Панкейктеріңіз өте дәмді, жұмсақ әрі жақсы ісініп шығады. Алдымен құрғақ ыдысқа 2 дана жұмыртқаны жарып, үстіне өлшенген қантыңызды саласыз. Қант еримін дегенше жақсылап араластырасыз. Қант еріген соң үстіне жылы сүтті құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді ұнды салмас бұрын алдымен разрыхлителді ұнмен бірге араластырасыз. Содан кейін қоспаңызға електен өткізу арқылы түйіршік болып қалмасы үшін 2 бөлікке бөліп, қосып араластырасыз. Ең соңында ерітілген сары майды қосып, жақсылап бір қалыпқа келгенше араластырасыз. Дайын болған қоспаңыз осындай сұйық күйде болу керек. Панкейк пісіретін табанызды орташа отқа қойып, жақсылап қыздырасыз. Қызып тұрған табаға дайындап алған қоспаңызды құйып, пісіріп ала берсеңіз болады. Қоспаға май қосылғандықтан табаға май жағудың қажеті жоқ. Видеодағыдай бетінде көпіршіктер пайда болып, сол көпіршіктер жарыла бастаған кезде екінші бетіне аударамыз. Бірінші бетіне қарағанда екінші беті тезірек піседі. Міне, менің тәтті панкейктерім дайын болды. Өз қалауыңыз бойынша сәндеп, жақындарыңызға ұсына берсеңіз болады. Егер сіздерге рецепт және жасалу жолы ұнаған болса, видеома лайк басып, комментарий жазып кетіңіз, достарыңызбен бөлісіңіз. Және ең бастысы каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Назарларыңызға рахмет.